Ассалаумағалейкум, қадірменді әуелі әлемет. Бүгін енді біз мынау 14-41 формуласының мәні бойынша бұл немен байланысты сол жөнінде тақырып қозғайын. Бұл мәнін айта кетуім керек, бұны түсіндіріп. Армянские войска начали пополняться новейшим типом танков. Негізінде айта кетуім керек. 14-41 формуласы бұл Нұхтың еліне келіп тіреледі. 4 + 7 тең 11 N деген таңба. Алфавитный индекс N, цифровой код 11. Яғни Алланың 99 есімімен жұмыс істеу үшін. Яғни 99 есімімен жұмыс істеу үшін Фатиха сүресінің разработкасы негізінде. Яғни 7 аяты мына планетарлық конструкция ұрықтану программасы бойынша Кеңес одағы менен кезіндегі мынау қақтығысқан Германия, яғни крест таңбасы мен жұлдызша таңбасының мәні негізінде шығарылған дүние. Бұл жасыратын жоқ, кезінде осы мына нені айтып кеттік, енді бұл макро конструкция планетарный, планеты Земля деп аталынады, яғни жер ананың құрсақ конструкциясы деп айтып кеттік. Осы бойынша бұл қызыл, жасыл, сары белгідегі формуланың мән мағынасы, яғни от сакральной точки до измерения человека деп айтылады. Жаңағы адам деген серияның негізінде шығып, осы сыртқы факторға человеческий измерение бойынша жасалған разработканың мән мағынасы болып саналады. Енді бұл жерде әңгіме мынау жаңағы неге келіп тіреледі. Грузия еліне. Груз ия генетикалық жүктеме код және мен деген мағынаны білдіреді. Енді кезінде мына жаңағы мысалы қазақтарды айтып отырмыз ғой. Қазақтарды мына Құранда жындар елі деп атаған қассақ, яғни екі қанатты, тіл мәнерінде амалдық индексте қос қанатты деп айтылады деп. Тіл мәнерінде Құранның терминологиялық әдебиеттің мағынасы бойынша мұнафиқ 200-ді дейді. Өйткені бұлардың 200-ді болатын себебі однополярниктен 0,20 сериясы бойынша өзге тілді меңгерген өкілдердің индексіне қолданылатын нәрсе. Мысалы үшін оны айталық жаңағыдай қалай десек болады. Өз арқылы өзге әлемнің ақпаратын өткізіп жіберу. Негізінде ол бірдің мәнінде қалатын болса, оны не дейді жаңағы? Эрегерный трансформация, однополярники дейді. Мінекей осы негізде бұларды солай деп атаған. Ал енді амалдық индексте бұлардың қос қанатты болатын себебі қассақ дейді. Яғни бір қанатым сақтандырушы, бір қанатым қастастырушы деген мағынадан шыққан. Міне осындай амалдың индексінде. Енді бұл жердегі мына Нұхтың еліне тіреліп отқан, басталып отқан себебі бұл 0,1 индекс пен 10 деген формула, осы екі индекстің қосылып, уже формула түзілу мәселесіне, технологиялық процестерге үйлесу мәселесі бойынша тіреліп отқан мәселе. Осы Нұхтың елінен бастап алып отыр. Енді бұл грузин деген, армян деген елдердің жаңа генетикалық расшифровкасын жасайтын болса, әңгіме грузиндер жайлы айта кететін болса, груз ия. Сосын кейін мынау Сталиннің фамилиясы Дугашвили болып келеді. Сонда грузин дегеннің жалпы несі жаңағы технологиялық массалық атауы грузин. Ин деген сөздің мағынасы мына киберогендік өкілдермен шектеседі ары қарай. Бұдан ары қарай этапқа көтеріліп кету үшін істелініп отыр бұл жерде. Әңгіме осындан туындап отыр. Яғни генетический грузом шевелис деген мағынаны білдіреді. Мына ықылас комплексінің негізінде түсірілген нәрсе, жасалған нәрсе, былай айтқанда генетическим грузом шевелис по блоку код ДНК мир исламу деген сияқты. Сол тәніне салынған программа арқылы оқып тану мәселесі ғой, былай айтқан кезде. Енді армян дегенге келетін болсақ, ол өзі айтпаса да түсінікті. Армия Н. Бұл формула әскері, Алланың әскері деген сөз ғой. Былайша айтқанда по плюсу, по минусу жұмыс істейтін, екі бағытқа жұмыс істейтін. Егер мен айтып отырғанымдай бұл система неуправляемый, жаңағыдай бұл бағынбайтын, тыңдамайтын болса, күллі дүние уже қайтарылады деген сөз ғой, былайша айтқан кезде. Шынына келгенде. Күллі дүние қайтарылады. Яғни армия Н дейді. Енді бұл жерде мынау Горный Қарабақ мәселесі бұл жерде 0,20 сериясы бойынша оянып кетіп отыр ғой.
Бұдан кейінгісі уже 7-ші оқ. Возвращение к Аллаху, билет на одному конец, освобождением души дейді, для перепрограммирования. Енді мен бұл жерде қаншалықты айтып жатырмын, не қылып жатырмын, жерде ақиқатына келгенде енді үкім шығарылады, үкім оқылады. Система неуправляемый, рейтингі жасалады. Рейтингі дегеннің жалпы мағынасын білесіздер ғой. Бұл рейтингі дегенде, мысалы үшін адам баласының санасы, бұл қияметтік әмір бойынша сананы тұрмыс билеп, адам баласының санасы ұтылды, былайша айтқан кезде. Нәпсіден ұтылды, немесе соның құрбаны болып кетті. Неге? Яғни рейтингі жасалғанда со счетом 1-0 пользу языка шайтана деп синтезделеді. Яғни ақша. Мына Құраннан келген әмірге қарамай, күллі адам баласы ақшаны қуалап кетті деген сөз, нәпсінің соңында кетті деген сөз. Сосын кейін система неуправляемый и непослушный дейді. Бұл деген уже іблистердің әлемінен наказание ретінде жіберіледі. Бұдан құтылудың жолы жоқ емес, әрине бар. Бірақ оны жұмыс істегенде бұл плюсовой позицияны шығару, бірақ бұл оңайға түспейтін сияқты менің байқауымша. И оның ар жағында уже мен де айтып отқанымдай жаңағы Алланың әскері деп жатырық қой. Минусовой мен ба, плюсовой мен ба, уже күллі дүниенің қайтарылатын, ол айтпаса да түсінікті. Бұның мына яғында уже Меккенің қирау мәселесі маятник. Для перепрограммирования дейді. Тас дәуіріне шегіну. Күллі нәрсенің бәрін қайтадан уже наспала болып жіберіп, қайтадан перепрограммирование жасау үшін. Енді бұл жерде мына Құранның сүресінде Піл сүресінің не екенін білесіздер ғой. Піл сүресінің не екенін білесіздер. Енді бұның техногендік сипаты қазір уже измерениясы, разработкасының бәрі шығып тұр ғой түгел. Енді осындай мәселелер. Енді бұл жерде маған оны жасыратын жоқ. Мына Құранды куәлікке қойып, оны былай деп түсіндіріп, оны адам баласын жетектеп, мынандай дегеннен көрі маған Құранда алған, одан перепрограммирование жасаған. Өйткені мен екі миссияның біреуін орындауым керек. Мына плюсовой позициямен жұмыс істеу мүлде жоқ, мүлде совсем жабық есік. Минусовой позициямен жұмыс істесем, бұлар өздеріңіздің эрегерлік трансформациялық энергияны өздеріңізге пайдаланып, бұл маған жеңіл әрі оңай тез. Мінекей осындай қарсыласқан жағдайда болады бұның бәрі. Осындай мәселелер. Енді оның бәрін мен айта бермеймін. Оның бәрін мен сөзге де айтып түсіндіре алмаймын. Өйткені бұл өте қатты жылдамдықта зуылдап тұрған дүние. Өйткені ұрықтану дегенсен болды ғой уже. Мен кімге не айтып түсіндірем, айтпаса да түсінікті бұның бәрі. Сигнальный жүйеде бұның бәрі көз алдыңызда тұрғаннан кейін бұның адамның өзінің, былайша айтқанда, адам тәнінің өзінің тәнінен алынған процесс болғаннан кейін оны айтпаса да түсінікті ғой. Оны былай деп сөзге емес, өйткені мына жақсы білулеріңіз керек. Тіл форматы қарғыс пен лағнетке ұшыратылған. Ал ұрықтану дегеніміз бұл ананың құрсағының ішіндегі процесс дегеннен кейін бітті. Бұны қазбалаудың, үйретудің ештеменің керек жоқ. Көз алдыңызда тұр, сигналмен ажыратыңыз, ары қарайғысы түсінікті. Ымды білмеген дымды білмейді деген, дымды білмеген жымды білмейді деген. Енді ақиқаты осылай, енді ащы шындықты айтқан кезде. Осындай мәселелер. Енді осының негізінде, мына кезінде мына жаңағы не қылды ғой? Однополярники дейді. Однополярники, мына дистанционный трансформация, однополярники дейді. Мына бірдің мәніндегілер, қазіргі мына ту көтеріп мемлекет деген дәлелсіз дүниенің атыменен позицияны бермей креслоға жабысып алып, мына келіп тұрған дүниелерді түгел жыл жауып тастайтын нәрселерді дистанционный трансформация, однополярники дейді. Яғни бұл не деген сөз? Амалдары үйлеспеген жындар мен шайтандардың ісі дейді. Міне ең әуелі мен бірінші жақындаймын, шынында келгенде. Қаласам тура жолға салушымын, қаламасам адастырушымын. Егер жақындағанда танымдарыңыз тіптен айдалада болса, әрине адастыру сіздерді оп-оңай. Өйткені айттым ғой мен, өздеріңіздің эрегерлік трансформациялық таным көзқарастарыңыз қай бағытта, сол бағытқа жібере салуға тура келеді. Өйткені мен тілдесе алмаймын.
жасыратын жоқ. Однополярники дейді, соны дистанционная трансформация. Яғни однополярники деген сөз бұл бірдің мәнінде дүниенің екінші бір бетін көре алмайтындар. Тек бір-ақ бағытта қатып қалған қағида. Ал дүниенің екі бағытын екі жағын бірдей көретіндердің уже әңгімесі басқаша. Кезінде бұлар үшін сауда енгізілген. Мына жындар менен шайтандардың ортасына осы сауда мәселесі қойылған. Өйткені Құранда бұлардың аяты бар ғой. Сендерге ең зайырлысы осы сауданы айтайық па деген сияқты. Осы сауда негізінде кім жаңағыдай нәпсінің трансына кіріп кетеді? Олар осы соның несімен кетіп қалады. Кім жаңағыдай рухани танымдық қарым-қатынаста осының негізінде үйренеді. Бұлардың да уже өзіндік тән, уже мән мағынасы жаңағыдай. Бұның да уже былайша айтқан кезде адам баласына тигізері де, пайдасы да жетерлік былайша айтқан кезде. Оны енді мына сауда істеп тұрғандар, сонымен айналысатындар, одан кейін жаңағыдай бас тартатындар, содан бастап алады ғой негізі. Енді анау жаңа кезіндегі пайғамбарымыз осындай саудагер болған деген сияқты әңгімелерді айтады. Содан кейін оның артында не жатыр, арт неге апарып соғады, ондай мен шатақтары жоқ, бірақ әйтеуір соның жолындамыз деген сияқты неден жүреді ғой, былайша айтқан кезде. Бірақ шын мәнінде олай емес. Технологиялық процестерге, өмірге пайғамбарлардың амалы келіп, технологиялық процестер уже жүйеленгеннен кейінгі әңгіме басқаша. Уже бұлардың бәрін кәдімгідей белгілі бір өлшем бірліктерге, мына разработка дейміз ғой, енді Совет одағының кезінде Кеңес одағының разработкасы. Міне осы разработка негізінде бұл жерде үлгі образецтерге кіру керек. Өйткені бұлардың бәрін амал иелерінің бәрін былайша айтқан кезде нығыздап, тықпыштап түгел, дүние көп түгел бәріне батыра беруге болмайды, олай емес. Оны батыра беруге болмайды. Бұлардың бәрі формула дегеніміз, бұның өзі бір белгілі бір деңгейде жаңағыдай қолданатын нәрсе ғой. Реттілік, ритм, тұрақты ритмдік жүйе. Соны білгендерім үшін.